Саламатсыздар ма YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен шах пулов жасайтын боламыз. Жалпы тәтті палау деп айтылады. Бұл тәтті палауды әрдайым істейтін, бірақ лавашпен бірінші рет істеп тұрмын. Сіздермен бөлісем. Бұған керегі күріш, мейіз, курага, бұршақ, зіре, ет, пияз, сәбіз, сары май, куркума керек, тұз керек. Міндетті түрде сосын лаваш керек болады. Күрішті бөлек қайнатып аламыз, жарым-жартылай. Лавашты дайындап қоятын боламыз алдын ала. Қазір етін турап, сәбізін турап, осындай майдалау бөлшектерге салып турап, қуырып алатын боламыз. Бұны қатты отта қуырып жіберуге болмайды. Баяу отта қуырамыз. Көкөністермен қосып, пияз, сәбізді, жалпы фантазияңызға байланысты арасына қосқыңыз келгенді, тәттілерді қоса беруіңізге болады. Мен үйде барды қостым. Бұл жерде сәбіз қостым, курага, мейіз, ноғыт, бұршақ қостым. Курагамды майдалап турап алдым. Мейізді суға салып бөктіріп қойдым. Бұршақты түнде суға салып жатқанмын. Бір 10 сағаттай тұрды. Өйстіп жаймен деп қысып тұрған отқа жаймен деп қуыра бастаймыз. Осы әдісті Әзірбайжанның ұлттық тағамы деп айтылады екен. Бұны бізді осыдан қанша жыл бұрын балалық кезімізде анамыз бізге істейтін палау жасаймын, қандай палау жасайын дегенде тәтті палау жаса деп айтатынбыз. Кептірген жемістерді қосып, керемет тәтті палау жасап беретін. Ол қай заманда. Яғни бұл қазақтың да тағамы деп түсінемін мен. Біз ес білгелі осы тағамды білеміз. Қазір балаларға жасаймыз. Міне пиязын қосып қуырамыз, сәбізін қосамыз. Үстіне кептірген жемістерімізді қосып, жақсылап бұқтырып қуыратын боламыз. Еті шамалы пісіп қалды. Жалпы шала пісіруге де болады. Дәмін келтіріп, дәміне қарай тұзын салып, осылай дайындап қоямыз. Біз енді лавашын істейтін боламыз. Мына жерде күрішіміз қайнап жатыр. Күрішке тұз, куркумамызды салып, бұны бөлек дайындап қоя береміз. Бұршақ дайын тұр. Қалғанын духовкада пісетін болады. Бұл жерде лаваштың жиегін кесіп тастадым. Сөйтіп, жалпы лавашты 3-ке бөлдім. Бұл жерде бір 5 лаваш кетті менде, осындай дөңгелек размердегі 5 лаваш кетті. Түбіне салатынымды осылай дөңгелектеп алып, екі жағын кесіп, дайындап қойдым. Бұларды майменен, қаласаңыз сары маймен майлауға болады, қаласаңыз пісте маймен де майлауға болады. Майлап барып салсаңыз, керемет қытырлап шығатын болады. Бұл жерде торт пісіретін табаларға да пісіруіңізге болады. Осындай келмейтін кастрюлькаңыз болса, осындайға пісіруге болады. Міне түбіне салып, полоска кескен лавашымызды жан-жағына осылай шығарып қойдық. Өйткені қазір ішіне салғаннан кейін көмкеретін боламыз артығымен. Бірінші күрішімізді саламыз. Бұл жерде куркума салғаннан кейін сап-сары әдемі күріш болып пісті. Сосын бұршағымызды саламыз. Бұршақты салуға болады, салмасаңыз да болады өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сосын салмамызды ортасына түгел сала салдым.
үстіне кішкене күріш салып, сосын бұршағымызды тағы да салдым. Сөйтіп қалған күрішпен үстін жаптым. Осыны үстіне сары майымызды тастадым. Жалпы салмадағы майганы лавашты майладық кішкене. Өте қатты майлы болмайды. Енді лаваштың жиегін алып, жаймендеп көмкеретін боламыз. Бұл шықпай піссін деп, қалған мына кесінділерді арасына салып қойдым. Бетін майлап, мінекей бетін жауып қойдық. Жалпы бұл 160 градуста 1 сағатта дайын болады. Бір 40 минуттан кейін ашып, бетін ашып қойып жаттым, пісірдім. Міне осындай бізде шақпалау дайын болды. Міне арасындағысы керемет піскен, күріші дана өте керемет болды. Біздің тағамымыз дайын болды. Шақпалауымыз сіздермен бірге болған. Лейла, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.